Баршаңызға сәлем достар, әдеттегідей сіздермен Төс Шору каналы. Бүгінгі шығарылым жылан жайлы болады. Егер де осы видеомыз 500 лайк алатын болса, әйел адам түсінде жылан көрсе не болатындығы жайлы видео шығарамыз. Каналымызға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде жылан көрсеңіз, бірақ ол жыланнан қорықпай тұрсаңыз, сіздің батыл адам екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде жыланды өзіңізге бағындырып үйретіп алсаңыз, жаңа белесті бағындыратындығыңызды білдіреді. Түсіңізде үйіңізде жылан жүргенін көрсеңіз, үйіңізде қиыншылықтар бар екендігін білдіреді. Түсіңізде ақ жылан көрсеңіз, бірақ ол жыланнан қорықпай тұрсаңыз, сізге ақша келетіндігін білдіреді. Егер түсіңізде жыланды екіге бөліп жатқандығыңызды көрсеңіз, қарсыластарыңызды жеңетіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде жыланды өлтіру үшін аңда жүрген болсаңыз, өміріңіздегі қиыншылықтардан құтылатындығыңызды білдіреді. Ал егер де сіз қара жыланды өлтірсеңіз, өміріңіздегі ең басты қиыншылығыңыздан құтылатындығыңыздың белгісі. Жас бала түсінде жыланды көрсе, бірақ жылан ол балаға зиян бермесе, Алла тағаланың ол баланы үлкен бәледен сақтап қалғандығын білдіреді. Саудамен айналысатын адам түсінде жасыл жылан көрсе, жақсы табыс табатындығын білдіреді. Егер де түсіңізде үлкен қара жыланды көріп, оны өлтірсеңіз, ең басты жауыңыздан құтылатындығыңызды білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде жыланды өлтіргенін көрсе, басындағы қиыншылықтан құтылатындығын білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде бір жыланмен жүргенін көрсе, бірақ ол жыланнан қорықпаса, ол қыздың зиян тигізетін бір жаман адаммен дос болып жүргендігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде жасыл жыланды көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде ақ жылан көретін болса, ауруына ем табатындығын білдіреді. Ал егер де тұрмыстағы әйел жасыл жылан көретін болса, балалы болатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде үйінде қара жылан жүргенін көрсе, ол әйелдің үйіне бір жаман адамның келіп жүргендігін білдіреді. Бірақ егер де сол жыланды өлтірсе, барлық қиыншылықтан құтылатындығының белгісі. Егер де тұрмыстағы әйел түсінде күйеуін жыланнан қорғап қалғанын көрсе, күйеуіне бір қиыншылықтан құтылуына көмектескенін білдіреді. Жүкті әйел түсінде жасыл жылан көретін болса, ұлды болатындығын білдіреді. Ажырасқан әйел түсінде жыланды өлтіріп жатқанын көрсе, басындағы қиыншылықтардан құтылатындығын білдіреді. Ажырасқан әйел түсінде жыланды турап жатқандығын көрсе, ол әйелдің бақытты болатындығын білдіреді. Достар, егер де видеомыз ұнаса, лайк басып комментария жазуға ұмытпаңыз. Сондай-ақ келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.